Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызға әлеуметтік қорғау саласының ардагері Өтеғалиева Балдай апамыз келіп отыр. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Жалпы осы салада Балдай апа жүргеніңізге қанша уақыт болды? Мен әлеуметтік қорғау саласына жұмысқа келгеніме 93 жылдан бастап жұмыс істегенмін. Осы мекемеде 25 жыл қызмет етіп, содан зейнеткерлік демалысқа шықтым. Сол енді әлеуметтік сала деген ең бір халықтың қиын саласы ғой, былай қарағанда. Халықпен тікелей жұмыс істейтін сала, адам жаңа өмірге келгеннен бастап, өмірден кеткенге дейінгі аралықтың бәрі осы әлеуметтік қорғау саласы, осы халықпен айналысады. Сол мамандыққа келдім, ешқандай өкінбеймін. Жаңа бас маманнан бастап бөлім басшысы, одан ең соңында басқарма басшысының орынбасары деген лауазымға дейін көтерілдім. Ол да бір еңбектің арқасы шығар. Содан 25 жыл еңбек етіп, күні бүгін енді зейнеткерлік демалыстамын. Ал өзіңіз қай жердің тумасысыз? Негізі Махамбет ауданының тумасымын. Еңбекшіл деген селода, Ортақшыл деген селодан мектеп бітіріп, осы білім қуып келдік қой. Ал мамандығыңыз қандай сонда? Менің мамандығым экономист. Экономист мамандығын бітірдіңіз. Экономист мамандығын бітіріп, осы әлеуметтік салаға жұмысқа кірдіңіз. Әлеуметтік салаға жұмысқа кірдім. Осы әлеуметтік салада жаңағы жұмыспен қамтуды, әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіруде қызмет жасадым дедіңіз. Осы тұрғыда біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің бірінші қыркүйектегі жолдауында еліміздегі 100 мың жасты жұмыспен қамту жайында айтып кеткен болатын. Осыған байланысты сізден сұрағым келіп отыр, қазіргі таңда осыншама жастардың жұмыссыз болуына не себеп деп ойлайсыз? Жалпы енді бұл жұмыссыздық деген ұғым, енді бұл бүткіл елімізде, әлемде болып отырған жағдай ғой, жалпы жұмыссыздық. Соның ішінде енді жастар жұмыссыздығы ерекше тоқталатын жағдай. Енді мен қызмет етіп жүрген кезде де мемлекеттің үлкен бағдарламалары болды ғой, өзі жастар жөнінде, жастарды жұмысқа орналастыру бағытында деген. Менің ойымша, мысалы, еңбек нарығындағы сұранысқа сай мамандықтарға бағытталу керек қой. Негізі жаңағыдай кәсіби бағдар берудің өзі мектептен басталу керек деп ойлаймын мен өзімше. Мамандық таңдауда мүмкін қателеседі жастар. Мамандық таңдау керек, жаңағы нарықтағы ең көп мамандық. Бір кездері өздеріміз білеміз, заңгерлер, экономистер деген сұраныста болды. Сол мамандыққа үйреніп қалып, мысалы жоғарғы оқу орындарында көпшілігі жаңа заңгерлер, экономистер, финансистер сияқты мамандықтарға бағыт бұрып, сол мамандықты алып, кейіннен нарықта ол мамандық керек болмай қалды, көп болып кеткеннен кейін олар жұмыссыз қалып жатыр. Сол сияқты мына жоғарғы оқу орны болсын, оқу орындарының барлығының өндіріспенен ара қатынасы байланыста болу керек деп ойлаймын. Мысалы, сұраныс пен ұсыныс деген өзі бір бағытта болу керек қой, енді тепе-тең болу керек. Сол сұранысқа қарай білім алу керек негізі жастар. Енді біз кезінде жұмыс жасап жүрген кезімізде де зерделеген уақытта, мысалы жастардың көпшілігі жұмысшы мамандықтарына оқымайтын болды. Бірақ мемлекеттің өте жақсы бағдарламалары бар. Бұрыннан да еңбек бағдарламасы, қазірде де жастарға арналған бағдарламалар шығып жатыр. Жаңағы алғашқы өзінің еңбек өтілін бастап, еңбек жұмыс тәжірибесін алу үшін жаңағы жастар практикасы деген бағдарламалар, осылардың бәрі жастарға арналған бағдарлама ғой. Менімше жастардың көпшілігі жұмысшы мамандықтарына көпшілігі бармайды да, жаңағыдай өзінің жеке кәсібін ашуда да, о да бір білімінің жеткіліксіздігі, қарғарай қалай бизнесті бастау керек, алып кете алмайды. Мысалы, бизнес бастау бизнес дейтінде жаңағы кәсіби оқулар бар. Сол негіздікті бастау бизнес негізінде оқып алып, арғарай кәсібін жалғастыруға, мысалы, биылдан бастап өзің айтып кеткендей жаңағы Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміздің жолдауында айтылғандай, кәсіпкерлікті дамыту, мысалы, соның ішінде жастар арасында кәсіпкерлікті дамытуды үлкен жолға қойып отыр. Сол бағытта да жаңағыдай жеке жеңілдікпенен несие беруге, алғашқы өзінің шағын кәсіпкерлігін ашып, ары қарай дамытуға үлкен жағдай жасалып жатыр қазір.
Ол енді бүткіл республикамызда да, соның ішінде біздің облысымызда да бар. Сол бағытта жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Енді жастар қазіргі бағытта оның барлығына бірдей айтуға болмайды. Жастардың бәрі жұмыссыз жүр, жастардың бәрі жұмысшы емес деп. Мына мекемелер арқылы да, үлкен алпауыт мекеме, Теңізшевройл мекемесі арқылы, және басқа да мекемелер арқылы жұмыспен қамтып отыр. Және солардың жаңағы жұмыссыз азаматтарды, жұмыссыз соның ішінде жастарды кәсіби бағдар беруге олар да атсалысып отыр. Мемлекет есебінен, бюджет есебінен де кәсіби бағдарламалар бар ғой. Сол кәсіптік оқыту, егер бір мамандығы керексіз болып қалса, жаңа қайта даярлау, біліктілігін арттыру сияқты курстар бізде бар. Сол мамандыққа оқып та жұмысқа орналасып жатыр ғой. Дегенмен де әлі де жұмыссыздық бар бізде, жоқ деп айтуға болмайды. Ол тек Қазақстанның емес, ол Қазақстан емес, бүкіл әлемнің дерті қазір. Сосын енді қазіргі заманда заманауи заманына интернет желісі, әлеуметтік желі деген. Сол көбіне меніңше осы әлеуметтік желіге көп бет бұрып кеткен сияқты деп ойлаймын, өзімнің ойым. Енді мен қазір құрметті еңбек демалысында болғаннан кейін біз енді жұмыс бағытындағы жете статистиканы мән бермейміз ғой, енді қазір оны бізге керек болмағаннан кейін ол жөнінде мәліметтер менде жоқ. Дегенмен де жастар жұмыссыздығы бұқаралық ақпарат көздерінен оқып келе жатқанда, бірақ дей тұрғанменен де төмендеп келе жатыр. Өткен жылдарменен салыстырғанда қазір енді жастар жұмыссыздығы төмендеп келе жатыр. Жалпы өзіңіз әлеуметтік сала деп кеттіңіз, әлеуметтік салаға мысалы бүкіл отбасылардың әлеуметтік жағдайы да жатады. Сіз жұмыс жасаған кездегі отбасылардың әлеуметтік жағдайы мен қазіргі отбасылардың әлеуметтік жағдайы қалай, сіздің ойыңызша? Әлеуметтік жағдай енді еліміз жылма жыл осы мұқтаж азаматтарға көмектесуді президентіміздің жолдауында аса мән беріп отыр ғой қазір. Түрлі көмектердің, жаңа атаулы әлеуметтік көмек, одан басқа жұмыспен қамту, сол сияқты жаңа көпбалалы аналарды, мұқтаж азаматтарды жаңа әлеуметтік жағынан қорғау жөніндегі, қолдау жөніндегі бағдарламалардың бірнеше түрлері бар қазір. Мемлекеттік гранттар беріп жатыр, жаңа өз ісін бастап кету үшін, үйде отырып жұмыс жасауына да мүмкіндік беріп жатыр. Шағын цехтар ашып, мысалы жаңағы тігін цехтары болсын, тоқыма цехтары болсын, жаңағыдай қандай да бір ауыл шаруашылығыменен, мал шаруашылығымен айналысуын ғана көптеген жағдайлар жасалып жатыр ғой енді. Меніңше жаңағы әлеуметтік жағдай ол әрқашанда болатын жағдай ғой енді. Ол халықтың санаттарының төменгі мұқтаж санаты болады, және жаңағы өзін-өз қамтып отырған санаттары болады. Мұқтаж санаттар меніңше қазіргі жағдайда ондай төмендеп келе жатыр деп ойлаймын. Бұрынғы біздің жасаған кезімізде мысалы кедейшілік деңгейі өте жоғары болды ол кездерде. Қазір кедейшілік біз жаңағы егемендік алғаннан кейінгі жағдайменен қазір салыстырсаң, қазір өте жақсы ғой, былай қарағанда. Жұмыс жасаймын деген адамға жұмыс бар. Өзі жаңағы еңбек етуге талпынса, ол адамдарға жұмыс табылады деп ойлаймын мен өзімше. Енді көпбалалы аналарға келейікші, мысалы қазіргі таңда көпбалалы аналарға жан-жақтан қолдау көрсетіліп жатыр. Мысалы мектепке киетін киім нешейін, тіпті мектепте бір жылдық ыссы тамақпен де қамтылып жатыр. Ал сіздердің кездеріңізде ол қалай болды? Біздің кезімізде де жаңағы ол түрлі мектепте де киімменен қамтамасыз ету болды ғой. Онда да жаңағы мектепке жол акциясы дейтін болады. Сол бойынша жаңағы мектепке жақындаған уақытта мектептегі киім-кешекпен қамтамасыз ету ол да болды. Енді біздің әлеуметтік сала бойынша емес, ол енді білім беру саласы бойынша ғой. Бірақ та біздер жаңағы әлеуметтік жағынан мұқтаж азаматтарға көмектесу, жаңа атаулы әлеуметтік көмек беру, одан басқа жергілікті бюджеттен қосымша қаражаттар беру, жаңа балалы отбасыларға ондай көмектер болды. Біз сол енді 2000 жыл, 2001 жылы іске асқан мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы заң бойынша жұмыс істедік. Енді ол заң
күні бүгінге дейін жұмыс жасап келе жатыр ғой. Енді оның жаңа форматтары өзгерген шығар, енді қазір форматтары сол жүйе қалды. Енді балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы, әр балаға берілетін мемлекеттік жәрдемақы, бала күтіміне байланысты берілетін жәрдемақылар ол кезде де енді болды, қазірге дейін жалғасып келе жатыр ғой енді. Бірақ енді қазір мемлекет тарапынан ол көмектердің жаңағы мөлшері өзгеріп жатыр, жаңағыдай көбейіп жатыр дегендей, жас ұзақтығы, мерзімі көбейіп жатыр дегендей, ұзартылып жатыр дегендей, сондай өзгерістер болып жатыр. Өзіңіз мемлекеттік қызметке бүкіл ғұмырыңызды арнадық десек артық айтпаймыз, иә? Қызығы мен шыжығы мол осы салада қандай қиыншылықтар кездесті? Мемлекеттік қызметке мемлекеттік қызметші болып келгеннен кейін барлығына да төзесің ғой енді. Шыдамдылық, жаңағы сабырлық дегендей, соның бәрі бізді мемлекеттік қызмет үйретті ғой барлығына. Тәртіпке, жаңағы мемлекеттік мәдениетке, сабырлыққа, жаңағы сол мәселені шешудегі көптеген нәрселерде бізді мемлекеттік қызмет үйретті. Мемлекеттік қызметте енді әрбір адам өзіне бекітілген жаңа мемлекеттің атқаратын міндеттерін жаңа мемлекеттік қызметші өздерінің функционалдық жаңа лауазымдық міндеттеріне сай атқарады ғой. Осы мемлекеттік қызметші мемлекеттің жұмысын іске асырып отырған қызметшілер ғой енді. Кезінде біз жасаған кездерде енді былай қарасаңыз оны салыстыруға болмайды. Бұл кезден қағазбенен, кезінде компьютер болмағанда қағазбен жұмыс жасады, жаңағы барлығы қазір электрондық құжат айналымы іске асып жатыр қазір. Жұмыс біркелкі оңайлады ғой, бұрынғыдай қағаз тасымалдап жүрмейді, мекемеден мекемеге дейін. Барлығы жаңағы онлайн форматта, электрондық құжат айналымы түрінде жеңілдетілген ғой енді қазір мемлекеттік қызметші тек қана жаңағы мемлекеттік қызметін адал атқару керек деп ойлаймын мен. Балдай апа, бүгін біздің студиямызға келіп, осындай әдемі сұхбат өріп өткеніңіз үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз. Денсаулығыңыз зор болсын, әрдайым бала-шаға, немере жиеннің қызығын көре беріңіз. Рахмет, сау болыңыз, рахмет. Ал қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды әсем әнмен жалғастырамыз.